Ассаламағалейкум. Армысың қазақ елі, сіздермен бірге Сұлтанбек және қазақша YouTube арнасы. Бүгінгі бейнеде мен бейненің тақырыбынан көргендеріңіздей қазаққа танымал, қазаққа қызмет еткен тұлғалардың шын дауыстарын, яғни архивтерде сақталып қалған қазақ тұлғаларының шын дауыстарын сіздерге көрсететін боламын. Яғни сол дауыстарды естіп көретін боласыздар. Сол үшін арнаға тіркеліп, бейнеге лайк басып, өздеріңіздің ыстық қолдауларыңызды білдіре отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Бірінші болып, қазақтың лирик ақыны Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев атамыздың өз дауысын тыңдап, естіп көретін боламыз. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін келгеміз. Өмір деген бұйым емес қолдағы, өмір дейтін ұлы бекет жолдағы. Қаның кеуіп қаталаған кезіңде сусыныңды қандырсаң бір болғаны. Мына күнде, мына аспанда далан-ау, бәрі-бізден қалады-ау. Өмір дейтін тағатсыз бір қозғалыс, өмір дейтін өлемін деп қарамау. Ал достар, келесі тұлға бізде Алашорда үкіметі халық кеңесінің мүшесі және Түркістан автономиясының министр төрағасы Мұстафа Шоқай атамыздың өз дауысын көрсететін боламын. Алыста жүріп, ел қайғысын ойлап, Ауропаның әр тарапында жүрген, бүгінгі Түркияда тұрған Түркістан жастары бірлесіңдер. Сендердің бірліктерін, сендердің бір-бірге күш қосуларын еліміздің бақытына қызмет етпек. Мұны ұмытпаңдар. Бәріміздің құбыламыз, өзіміздің ата жұртымыз, өлкеміз Түркістан болмақ. Түркістан үшін өлу, Түркістан үшін жан беру бәрімізге бір мақсат, бір мұқаддас вазифа болмақ. Мұны ұмытпау керек. Түрк халқы батыр халық. Түрк халқы арыстан ел халық. Кімнен таяқ жегендей, біздің түрктің баласы алдырып жүрген дұшманға аузының аласы. Бұл нақыл сөзді ұмытпауымыз керек. Бәріміз бір болсақ, біздің жеңдейтін жауымыз болмайды. Мақсатымызға жетеміз. Онсыз біздің күніміз жоқ. Құрып кетеміз. Түрк баласы, ұмытпаңдар. Басқарыңдағы бөтен елдің өкіметін шығарып тастауға, аударып тастауға тырысыңдар. Өзбекстан, Түркменстан һәм Тәжікстан деп жат үкімет күшінің 6 жамһуриятқа бөліп тұрған Түркістан бөлінбес, айырылмас бір өлке. Халқының қаны бір, тілі бір, діні бір, мақсады бір. Түркістанның мақсады өзінің құтылысы, милли үкіметін құрып, сәрбәз, бос, өз алдына бір үкімет болып тұру. Халқы көптен бұл жұмысқа алысып, шалысып, қан төгіп, соғысып келеді. Үмітіміз зор. Мемлекетіміздің келешегіне inanамыз. Түркістан жастары айрыша бұл мақсадымызға жеткізуге таласып, тырмасып жатыр. Біздің мақсадымыз жалғыз Түркістанның ғана емес, бүтін түрк өлкелерінің, бүтін түрк халқының бос болып, өзара бірлік, бірадарлық білен жасап, сыртқы дұшмандарға қарсы өзінің толықтығын, үкіметінің толықтығын білдіріп қою. Дала дүлдүлі, қазақтың маңдайына біткен ұлы теноры Әміре Қашаубаевтың сонау 1925 жылы фонографқа жазылған ғажап дауысы. Мынандай бір жай еске түсті. Bir жан әлде бір сұхбатта көргенді айтайын ба, естігенді айтайын ба депті. Сонда сыншы тыңдаушысы көргенді айт,
Себебі көрген шын, естіген өтірік депті. Алғашқы кісі өтірік пен шынның арасы қанша дегенде, әлгі сыншы екі арасы тым жақын, төрт ағелі, көзбен көрген шын, құлақпен естіген өтірік депті. Өзімшілдікпен емес, тек бір сәтке жаңағы сыншыны қостағандықтан, өз өмірімде, өз көзіммен көрген кейбір жайларыма негізейін. 6 жасар шағымда, үлкен әкемнің киіз үйінде бір күні қағазға жазылған өлең көрдім. Үлкендер әндетіп, бала таулы өзіміз шырқатып жүрген ән сөзі қағаз жүзіне үнсіз, жым-жырт қонып жатыр дегенге таң болдым. Атам бұл сөз Абай ақын өлеңі дегенде әсіресе хайран едім. Ералы жайлауындағы бар ауылдарымыз өзі жоқта да сөзін көріп, тыңдап отырғаны Абайға қандай жақсы екен деп ойлап едім. Сол Абай 60 жыл өмір жасап, өлеңдері тек жазба күйде, тек жайлауларға ғана мәлім болып дүние салды. Ол менің 6 жаста көргенім еді. Сосын өзім бір жақсы костюмдерім бар, жақсы туфлиім бар, киіп көрмеген. Ана ол кезде жақсы костюм, онда жараспайды ма? Просто бір-бірімізге жараспайтымыз. Рас қой енді. Голландский бір қызыл күрең туфлиім бар еді, өмір киіп көрмеген мен. Баяғыдан атпауым ғой. Соны киіп жаңағы пышақ қылып, үтіктер қылып шалбарды. Ертеңіне сағат 9-да Нұрғисан үйіне бар. Нұрғиса звондап, Дүйсетай шәмші қыз үйде отыр деді. Сосын ол сұрап келейін деп кетті. Нұрғиса трубканы ұстап отырды. Мен Дүйсетайың кім деді. Ол помощник қой деді. Дұрысын маған. Соны сағат 4-те келсін деп айтты деді. Сағат 9-да барған кісіге 4-ке дейін Нұрғисан үйіне шықпай отырып қамады. Ол енді дозаққа түскенмен бірде бас жазылған жоқ. Сосын бір кезде 3-тен асты сағат. Нұрғисан үйіне пәленбай жігіттер жиналды. Сондырсын оғайлайып бақымай жиналды. 3 жыл жатыр өткенде жерде біз Нұрғисан екеуміз шығармаймыз. Сонымен бәріміз 3-тен аса бере жаңағы пропускный пунктқа келдік. Бәріміз 15-16-дан. Кіретін екеуміз ғой. Басқалар сыртта күтіп тұру керек. Нұрғисан үйі жақын, ана Қаракөз магазиніне, Домбровицаның артында шаяу келе саттық бәріміз тоқындап. Екеуміз пропускап шықтық. Шаяу келе жатқанда мен ойлап келе жаттым. Патшалар шақырғанда обязательно бір нәрсемен сыйлап жібереді, өзі шақырса. Ол патшалардың тәртібі. Оны кітаптан да оқыған, басқа ескі өз адамдардан да естіген. Патша шақырса, ол обязательно бір нәрсемен сыйлап жібереді. А егер қолың жетіп патшаның алдына дейін жет алсаң, ол сенің арызың қол қойып береді. Мынауың болмайды деп айтпайды, ол патшаға тән нәрсе емес. Оның алдына жет алсаң, ол обязательно, значит, қол қойып береді арызыңа. Димаш ағамыз кетіп бара жатқанда, үйіне ұшып кетіп бара жатқанда, қалтасына арыздарын сығып тұғызып бергендер де болған. Олар да үй алған. Оған арыз жетсе, оны обязательно істейді. Ал өз шақырса, ол обязательно бір нәрсені сыйлайды. Мен енді ойлап кетіп бара жатырмын дейді, бұның өз шақырғысы кетіп бара жатырмын ғой мен. Бұл менімен немен сыйлайды? Ол микрорайонда тұрады, 3 бөлмелі үйім бар. 2 бала бір қатынға жетеді, мен өзім далада жүремін. Үй мәселесі дефицит қой, данмақта. 3 бөлмелі үй болады ғой, 3 бөлмелі. Емен женекті кетіп бара жатқанда, дегенмен кіртіп бардық. Аңына да сыртта Нұрғисаға сырт кесікте қарау, сосын sonra приемның алдында бір милиция бар екен. Пропускымызды көрсетіп, одан да көрдік. Соң жақта жаңа Дүйсетайдың кабинетіне келді. Былай жүрсек, маған үлкен коридор екен, былай приемный. Ана жерде бір есік, ана жерде бір есік, мына жақта бір есік, қарсы алдында бір есік. Қарсы алдында асханайтын есік екен. Оң жақта жаңа есікке кіріп, жаңа Дүйсетаймен амандасып, пропускыларында ана бәленшеге бердік,
қонақтың алдында тұрған қатынға сары қарынға енді видимо татарка болу керек әсті таза қазақ емес енді оның алдында үлкен темір жолдың сағатындай сағат тұр екен дуалда дәліздің алдында барып дұрысыңыз беріп екен сағатына қарап та сіздер шамалы ерте келіпсіздер деді отыра тұрыңыздар деді жарайды жүріп отыра тұрдық қойып қойған мынандай келіп сосын не керек қатын алдына мен 12 телефон санадым 4 қатар телефон қойған екен тұр есігінің алдында сосын мен кіріп шығайын деді әйел кірді сіздер кірсін деп айтты деді сосын сіздер енді представьте мынау залы осындай ұзын екен дәл осындай есігі анау жаңағы магнитофон тұрған есік бар ғой дәл сондай қақ ортадан екен есігі сосын ұзын стол қойылған қызыл мақсатымен жабылған сосын мынандай студияны қойып қойған студияның бәрін сыртына қызыл мақсатменен көмкерілген құрған 50-60 осында екен сосын мына жерде төртеуіміз отырды мен қарап отырмын тағы қайда пачканы тағы сөйтсе тағы оны төкеп сөйтіп кірсімен ұсталдық содан өзінің алдында мына жерде бір телефон тұрды үлкен мынандай пепельниц тұрды қызарып осы жан тұрап сындығы темекі тартып ішетін біреуін тастағым келіп отырмын